Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Менің есімім Назира. Қыздар, бүгін керемет дәмді пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасау жолы да өте қарапайым. Кез келген адамның қолынан келеді. Видеомды соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша осы пирогты жасап көруге сізге кеңес беремін. Енді бұл пирогты жасау үшін 150 грамм күріш жармасы, яғни маннай крупаға 200 грамм айранды қосып, жақсылап араластырамын. Сосын жарты сағатқа бетін жауып қойып қоямын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Сосын екінші ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, 1 шай қасық ванильный сахар, 150 грамм кәдімгі шекерді қосып, миксермен жақсылап араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Және 100 грамм сары майды ерітіп, 100 грамм сары майды қосып, араластырып, бетіне көпіршік шыққанша араластырып аламын. Сосын 100 грамм ұнды қосып, оның үстіне 1 шай қасық қамыр қобыстқышын салып, тағы да араластырып, ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп жақсылап араластырып алыңыз. Сосын бағанағы дайындап алған күріштің жармасын қосамын. Қыздар, жасалу жолы өте қарапайым, оңай. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Барлық қосылып жатқан заттардың граммаждарын мен астындағы описание бөлімінде міндетті түрде қалдырып қоятын боламын. Енді противенге сары майды жағамын. Астына, үстіне, бүкіл жеріне әдемілеп жапышқам. Жаңағы пісіріп атқан пирогым противенге жабысып қалмас үшін жақсылап тұрып жағып алыңыз. Енді дайындап алған қамырымды осы противенге салып, духовкада 180 градуста 40 минут пісіріп аламын. Қасықпен бетін осылай тегістеп жіберемін. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде міндетті түрде қалдырып қойыңыз. Мінекей қыздар, менің пирогым пісті, дайын болды. Енді пирогты сәндейтін боламыз. Пісіріп алған пирогымды аударып жіберіп, астына вареная сгущенка, үстіне 2 ас қасық вареная сгущенканы салып, бүкіл жеріне әдемілеп жағып, тегістеп, видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, өте керемет әдемі болып шығады. Сосын оның үстіне кәдімгі ақ сгущенканы кондитерский мешокқа салып, не болмаса кәдімгі обычный мешочекке салып, осылай бетіне құйып, кез келген осындай ұшы үшкір затпен, мендегі зубочистка, осылай узорын жасаймын. Өте керемет, жасалу жолы да оп-оңай. Міндетті түрде жасап көріңіз. Енді сіздерге қазір кесіп көрсетейін пирогымды. Жұмсақ, әп-әдемі пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Өте дәмді. Қыздар, менің каналымда күнделікті неше түрлі дәмді рецепттер шығатын болады. Сол рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Менің каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын. Сау саламатта болыңыз. Осы пирогты жасап көруге кеңес беремін сізге.